Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге асқабақтан осындай самса жасайтын боламыз. Қамыры деген енді аузыңызға салсаңыз еритін қамыр. Бұл қамыр жаңағыдай слоеный тесто жасауға ерінетін немесе жасай алмайтын қыз-келіншектер жасасаңыздар болады. Оңай. Өздеріңізге керек мөлшерде ұн аласыздар, тұзын аз саласыздар. Мысалға менде мына жерде үлкен кеседе 2 кесе ұн. Осыған осындай 250-300 граммдай су кетеді. Кішкентай қасықты жарты қасық тұз. Сұйық майдан 50-60 грамм, ал жаңағыдай сливочный майдан 50-60 грамм ерітіп құйып, осылай қамырды елеп аламыз. Қамыр еленген кезде қамыр кәдімгідей майлы болып иленеді. Ал салмасына менде асқабақ, ет және де пияз, қара бұрыш, тұзы, дәм тұзына қарай. Біздің үйдегілер өзімде іш майды, жаңағыдай қойдың майын, сиырдың майын жегенді ұнатпаймыз, сондықтан оларды қосқан жоқпын. Сондықтан заправкасын сұйық маймен жасадым. Ал сіздер ішіне жаңағыдай кішкене май турап салсаңыздар болады. Ол кезде мүлдем сочный болып шығады. Қамырымызды міне осындай думалық шариктерге бөліп аламыз. Өздеріңіз кішкентай жасағыларыңыз келсе, кішкентайлау деген сияқты, ол особо қатып қалған емес. Егер веса болса, онда грамдап өлшеп алсаңыздар болады. Мен көз мөлшерімен өлшеп алдым барлығын, және де осындай думалық жасадым. Сәл қалыңдау жасаймыз, себебі егер асқабағымыз сочный болатын болса, онда табан жағы тесіліп, суы сыртқа шығып кетпеу үшін. Осы жерде жақсылап қарап, қалай түю керек екенін де үйреніп алсаңыздар болады. Және де бір айта кетерім, жайған кезде көп ұнмен жаюдың қажеті жоқ. Ол кезде жақсы әдемі түйілмей қалады. Қамырымыз тағы да майлы болып тұрады. Сондықтан жабыспайды. Жаңағыдай жайған кезде столға да жабыспай жайылатын болады. Не осылай әдемілеп түйіп алған соң пісіріп аламыз. Бетіне жаңағыдай жұмыртқа, күнжіт, мак сепсеңіздер болады. 180 градуста 50 минутте піседі.